Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Студияда Жансая Қожа Ахмет. Қымбат көрермен, жаз келе жатыр. Яки санаторлық, курорттық науқан басталғалы жатыр. Осы төңіректе тарқатып әңгіме сұхбат құру үшін бүгін студиямызға арнайы шақырған қонағымыз бар. Таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, курортология және медициналық оңалту ғылыми зерттеу институтының стратегиялық даму және әдістемелік құжаттаманы әзірлеу басқармасының басшысы Гүлжан Жұмаева бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Гүлжан Шынтайқызы, енді алдымен мына сұрақтан бастайықшы. Санаторий, курорт деген кезде әлеуметтік желден болмаса ғаламтордан іздесек, бірден көп нұсқа шығады, е? Бұның арасында мемлекеттігі бар, жекеменшік секторға жататыны бар. Солардың ара жігін ажыратып айтайықшы, жалпы біздің елімізде қанша санаторий бар, оның қаншасы мемлекеттік, қаншасы жекеменшік? Әрине өте орынды сұрақ. Бұл жауапты жаңағы біздегі стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігінің ұлттық статистикалық бюросының мәліметтеріне сүйене отырып айта аламыз. 25 жылы біздің елімізде барлығы 333 қалпына келтіру және медициналық оңалту ұйымдары болған. Санаторлық курорттық ұйымдар деп айтпаймыз, өйткені олар қалпына келтіру ұйымдарына жатады. Соның ішінде 333 ұйымды кіші, орта және ірі ұйымдар деп бөлген. Неліктен олар жаңағы құрамындағы қызметкерлердің жылдық орташа санына байланысты. Қызметкерлердің орташа жылдық саны 100-ге дейінгілер, бұл кіші ұйымдар, ең басым бөлігі осылар 287 ұйым бар екен. Орташа ұйымдар 38 бірлік, оларда 101-ден 250-ге дейін қызметкерлер саны, жалпы орташа жылдық қызметкерлер саны. 250-ден жоғары бұл ірі ұйымдар өте көп емес, 8 ғана. Енді бұның ішінде қанша жекеменшік, қанша мемлекеттік десек, тағы да жекеменшік ұйымдар басым, 86,15%, 288 ұйым жекеменшік болып табылады. 44 ұйым бұл мемлекеттік және бір шетелдік бар. Бұл шетелдік солтүстік Қазақстан облысында орналасқан Ресей темір жолының ашық акционерлік қоғамына қарасты Петропавл қаласында орналасқан Транссибир санаторий профилактория. Осы ұйымдар жалпы қызмет көрсетеді. Неге мемлекеттік аз дегенде бізде енді 90 жылдары тоқырау кезеңдері болды ғой. Сол кездерде көптеген санаториялар, ведомстволық санаториялар және мемлекеттік қарамағындағы санаториялар мемлекеттен ажырап кетті десек те болады. Көбісі жекешелендіріп алды. Негізгі мақсат оларды сақтап қалу болды да, я кетті. Гүлжан Шынтайқызы, енді әңгіменің шыны керек. Жаз науқаны басталғанда біздің еліміздің тұрғындары көбіне шетел асып демалғанды қалайды жандары. Дегенмен біз отандық туризмді дамытамыз деп отырғаннан кейін осындай курорттық, санаториялық жерлерді барынша дамытқанымыз абзал. Сондықтан қазір біз көріп отырған көрерменге пайдалы ақпарат болу үшін де, жалпы танымымызды, дүние танымымызды кеңейту үшін айта кетейікші, санаторийлерде біздің еліміздегі мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, қандай ем-шара жасалады, қандай қызмет көрсетіледі? Санаторлық курорттық ұйымдардың ерекшелігінің өзі сонда, олар табиғи емдік ресурстарды қолданады. Оңалту, емдеу емес, бұл оңалту. Оңалтуда осы табиғи ресурстық қорларды қолдану, ол не дейміз? Минералды сулар біріншіден, балшықпен емдеу, климатотерапия дейміз, гелиотерапия, яғни күннің әсерімен емделу, сосын терең көр, таза ауада жүру. Онан басқа физиотерапевтикалық емдер қолданылады, оның түрлері өте көп. Светотерапия дейді, прессотерапия, яғни механотерапия, массаждың түрлері. Сосын қазір өте кеңінен қолданылып жатқан бөшкелер, кедір бөшкесі дейді, емдік шөптердің қоспасымен қолданылатын бөшкелер. Бумен емдейтін әдіс. Бумен емдейтін әдіс. Бұлау дейді,
осы түрлер кеңінен қолданылады барлық. Тек айырмашылығы, мысалы айтатын болсақ, Түркістан облысында Сарыағаш бәріне белгілі Сарыағаш емдік минералды сулары бар. Ол жақта осы минералды сулардың оның минерализация деңгейіне байланысты сыртқа қолданылатын түрі бар және ішке қолданылатын түрлері бар. Сыртқа қолданылуы араш және шаю, ішкі қуыстарда, ішке бұл асқазан ішек жолдарының ауруларында қолданылады. Ол да аурудың қай түріне байланысты асқазан ішек жолдарының жылы күйінде қолданатын түрлері бар, ыстық, яғни ауыз күймейтін ыстық күйінде қолданатын түрлері бар. Емдік әсері сондай температурада ашылады. Сосын салқын күйінде қолданылатын түрлері бар. Ана балшықпен емдеуде бүкіл ауруларға ем деп айтуға болады. Әсіресе тері ауруларында жара шығып кететін. Сосын мысалы артрит, ревматоид ауруларға да әсері жақсы ғой. Әсері ол мысалы Жаңақорғанда шипажайларында осы балшық өте кеңінен танымал. О жақтағы балшықтардың емдік әсері бұл ерлер және әйелдердің жыныстық ауруларында өте жақсы әсер етеді. Мысалы мойылды да о жақта да балшықпен емдеу бұл тірек қимыл ауруларының емінде кеңінен қолданылады. Қазір сосын Қарағанды облысында қарасор батпақтар ол кеңінен тері ауруларында барлығында қолдануға пайдалы. Оларды қалай қолданады? Толығымен денені орау әдісі, сосын точечный дейді, нүктелі. Қай жер ауырады? Буын, тізе буыны ма, қолдың буыны ма, соған байланысты нүктелі түрде қолдану әдістерді. Қазір 2 күннің бірінде басым ауырды, балтырым сыздады деген көрермен бізді қазір көріп отырса, сіздің айтқан ақпарыңызға әбден бір шөлдеп отырған халықты білеміз, негізі барғысақ келеді, көргісақ келеді, сол емді қабылдағысақ келеді. Бірақ кез келген адам осындай курорттарға бара ала ма біздің елімізде? Механизмі қалай жүзеге асады? Кез келген адам бара алады. Өйткені барлық санаторлық курорттық ұйымдарда оларда мысалы көрсететін қызмет деңгейлеріне байланысты бағалық тарифтік деңгейлерде әртүрлі. Бірақ ең алдымен айтайық, бәрін қызықтыратын әрине тегін кімдер бара алады дейді. Тегін емді қабылдай алады санаторлық курорттық дәрежеде. Бұлар нелер? Мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі жандар. Бірінші, екінші, үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі адамдарды ол мемлекет тарапынан қаржыландырады. Міне, мүмкіндігі шектеулі жандар бірінші, екінші, үшінші топ дедік, тағы да. Мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Оларда мемлекет тарапынан тегін санаторлық курорттық емді ала алады, бірақ мүмкіндігі шектеулі балалардың ішінде қасына адам ертіп жүру қажет болады. Ол жағдайда көбінесе бізге келіп түсетін сұрақтарда бар. Осы қасына еретін адамдарға тегін ба, олар қалай төленеді деп. Қасына еретін адамдарға ол жергілікті әкімдіктен қарастырылады, 70%-на дейін төленеді. Анасы болсын, әкесі болсын, қасына еріп баратын. Бірақ мұнан ескеру керек, мүгедектер болсын, мүмкіндігі шектеулі балалар болсын, олардың емдеу санаторлық ұйымдарға жету жолы және қайту жолы өз қаражат есебінен жүргізіледі. Тек тегін ем санаторлық курорттық ұйымда жүргізілетін 14 күндік емге ғана қатысты. Ал мысалы сол жергілікті әкімдік реттейді деп отырсыз ғой, кез келген жаңағы бірінші, екінші, үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жан әкімдікке барғаннан кейін, мысалы Қостанайда отыр делік, Қостанайда отырып, мен Түркістанға барғым келеді, болмаса мен Сарыағашқа барғым келеді деп таңдау жасай ала ма? Таңдау жасай алады. Таңдау жасай алғанда бұл мүмкіндігі шектеулі азаматтарға санаторлық курорттық емді тағайындау әрине емдеуші дәрігері анықтайды. Сонан кейін бұл еңбек және халықты қорғау, әлеуметтік қорғау министрінің 283 бұйрығымен реттеледі. Ол жерде анық көрсетілген. Оларға жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қоларбамен болуы мүмкін, балдақпен жүру мүмкін, оларға жаңағы қажетті талаптар бар санаторияларға қойылатын. Пандус болу керек, кроваттардың, кереуеттердің функционалды болуы. Осындай талаптардан өткен санаториялар осы министрліктің порталына, әлеумет порталы бар. Соған енгізіледі. Ол әлеумет порталына қол жетеді кімдер? Дәрігерлер тағайындайтын, сосын мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өзі кіре алады, қолданушы ретінде қажетті құжаттарын осы әлеуметтік порталға
тіркегеннен кейін. Сөйтіп, соның ішіне кіргеннен кейін бүкіл жаңағы санаторлық курорттық ұйымдардың тізімі шығады. Мүмкіндігі шектеулі жандар дедіңіз, сосын тағы қандай топтар? Тағы қандай топтар? Тегін зейнеткерлер, жасына байланысты шыққан зейнеткерлер, бірақ олар толық тегін емес, әр аймақтарға байланысты 15 және 20% жеңілдікпен емдік қабылдай алады. Бұл жеңілдікті әсіресе ірі қалалар 20%, 15%-пен береді, ал басқа облыстық деңгейдегі қалалар ол жергілікті акимат мәслихаттың шешімімен. Үшіншісі, бұл диспансерлік есепте тұрған. Олар енді оңалту үшін ғой. Созылмалы аурулар ол тізімі берілген, ол міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы жүргізіледі 2020 жылдан бері. Сонда көрсетілген аурулардың тізімі бойынша осы диспансерлік есепте тұрған науқастар жылына 1 рет 14 тәуліктен аспайтын мерзімде санаторлық курорттық емді қабылдай алады. Осы 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол тағы да жаңа аурулар түрімен толықтырылды. Бұрын қант диабеті, балалардың сал ауруы деген жоқтығын. Қазір осылар қосылды. Мен заманның талабына сай ғой, бұған сұранысқа байланысты. Өйткені қант диабетімен неге санаторлық курорттық ұйымдар жеке меншік қой, қант диабетімен ауыратындарға жеке диета болу керек. Ал енді бұдан шығатын бір мәселе нормативтік құжаттардың реттелуі. Медицина саласындағы негізгі заң, негізгі құжат бұл халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс. Ол санаторлық курорттық емдеу, санаторлық курорттық ұйымдардың қызметін реттеу бұл кодексте болған жоқ бұған дейін. 20 жылдың қаңтарына дейін болды, бірақ 20 жылдың 7 шілдесінде жаңа өзгерістер мен толықтырулар арқылы енгізілген толықтырулармен шыққан кодексте алынып тасталған. Қандай себеппен екенін біз айта алмаймыз. Енді ол кодексте болмағаннан кейін санаторлық курорттық ұйымдардың қызметін реттеу, санаторлық курорттық қызметті ұйымдастыру, санаторлық курорттық емді ұйымдастыру бойынша нормативтік құжаттарды біз әзірлей алмаймыз, өйткені кодексте жоқ. Қазір осы бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Біздің айта кету керек, институттың басшысы Қайыргелдин Сайгүл Айдарқызының басшылығымен қазір осы кодексқа енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің тізімі жасалып, салыстырмалы кесте жасалып, және оған негіздеме әзірлеп, біз денсаулық сақтау министрлігіне жібердік. Және оған қосымша қандай бірінші кезекте қандай нормативті құжаттарды ұсынамыз, оны да жібердік. Қазір бұл өзгерістер мен толықтырулар мәжілісте қарастырылуда. Онда мәжіліс мақұлдап жатса, бұл тақырыпты тағы бір көтерерміз, Тағы бір сұрақ болсыншы, негізі санаторлық курорттық ұйымдар бұл енді қаланың ішінде емес, содан кейін емхана сияқты таңнан 9-дан 6-ға дейін жұмысын жасап, аяқтап, есік жауып, үйіне келе қалатын жағдай емес. Сондықтан бұл жерде мамандарды тарту да үлкен мәселе. Негізі кадр тапшылығы бар ма осы ұйымдарда? Кадр тапшылығы бар. Неліктен реабилитолог мамандар жетіспейді. Реабилитолог деген ол кең ұғым. Реабилитолог, невропатолог, реабилитолог, хирург, реабилитолог, травматолог, реабилитолог, пульмонолог. Яғни реабилитолог мамандығына 1-ші курстан 5-ші курсқа дейін жалпы оқытпайды. Жалпы медицина саласымен оқып шығады да, содан кейін дипломнан кейінгі реабилитология бойынша маманданады. Бұл барлық оқу орындарында толығымен 100% бар деп айта алмаймын. Жоғарғы медициналық оқу орындарында кафедралар бар, бірақ олардың шығарып жатқан мамандары арнайы сертификатпен барлық, бізде айтып отырмыз, 333 санаторлық курорттық ұйымдар бар. Барлығына жетсе бермейді. Және қазір олмен шыққан мамандар қалада жұмыс істегісі келеді ғой. Ал біздегі санаторлық курорттық ұйымдар өте шетте, көбісі орналасқан, ауылдық жерде орналасқан. Сол ғой мәселені туындатып отырған. Бізде тағы бір мәселе, бізде санаторлық курорттық саланы жетілдіру және дамыту бойынша денсаулық сақтау министрлігі бекіткен жол картасы бар. Бізде қазір әр облыстағы санаторлық курорттық ұйымдардың хал-жайын және оларды цифрландыру жылы деп жариялады. Сол бойынша сол цифрландыру мақсатында мәліметтерді жинаумен қазір бізде іс-сапарлар басталды. Осы апрель-сәуір айының басында Ақмола облысында болдық, және осы өткен жұма күні біз Қарағанды облысынан келдік. Қарағанды облысында Жосалы санаторий бар. Қаладан алыс, Қарқаралы ауданында, және Жосалыға жету үшін 28 километр тас жолмен жүресіз. Баратындар үлкен кісілер. Инфрақұрылым мәселесін реттеу керек. Инфрақұрылымы. Ол жерге қандай жас маман бітірген барады. Сондықтан әрине тапшылық.
бар мамандардың тарту жағынан көп қызметтер жүргізілу керек негізі. Гүлжан Шынтайқызы, өте өзекті және халыққа дәл қазір керек тақырыпты көтеріп отырмыз. Себебі кез келген үйдегі егде жастағы, жалпы жаста жасамыз да қазір денсаулығына көп көңіл бөледі. Сондықтан санаторийға барғысы келіп, курортқа барып, денсаулығын оңалтқысы келетіндердің қатар күн сайын көбейіп жатыр. Сондықтан бүгін сізбен бірге өте өзекті тақырыпты көтеріп, біраз көрерменнің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап